Сукунду нун немесе тәнвинге байланысты идғам ережесі. Жалпы бұл идғам тілдік мағынада қосу, кіргізу, енгізу деген мағына береді. Ал тәжвидтік мағынада сукунду нун немесе тәнвин өзінен кейін идғам әріптері, яғни мынау ярмалун деген мынау алты әріптің біреуіне жолығатын болса, оны сукунду нун мен тәнвин оқылмайды. Бәлкім не өзінен кейінгі әріпке қосып, яғни қосылып, сол әріп шәддәлі, яғни мына алты әріп шәддәлі түрде оқылады. Яғни сукунду нунды өзіне кіргізіп алады. Яғни өзіне ұқсас бір әріп қылып алады. Сукуннан кейін р әріпі келетін болса, р әріпі нунды өзі сияқты тағы бір р әріпіне айналдырып алады. Яғни енді бұл алты әріп, изғар әріптері сияқты. Бұны енді жаттау үшін ярмалун деп жаттап алсаңыз болады. Ярмалун. Қай әріптер еттіңізде ярмалун ғой дейсіз. Сөйтіп я, ро, мим, ләм, уау, нун деген сияқты қылып жеке-жеке айтады. Өйткені әр әріпті жеке-жеке жаттау ол шатасуға апаруы мүмкін. Өйткені анау 4 ереже ғой. Енді формуласы сукунду нун, тәнвин, одан кейін келесі сөздің басында мына алты әріптің біреуі тұр. Сол кезде не? Нун оқылмай, бәлкім мына алты әріп шәддәлі болып, яғни екі әріп болып оқылады. Енді осы алты әріптің өзін осы идғамның ішінде екіге бөліп аламыз. Ғұнналы және ғұннасыз деп. Енді ғұннамен деген не деген үшін оған бір ғұннаның өзін анықтамасын алайық. Ғұнна деп дыбысты мұрын арқылы екі әріп мөлшерінде шығару, ұстап тұрып. Енді ғұнналы және ғұннасыз идғам тек екі сөз арасында келеді. Яғни бір сөзде бұл ереже жүрмейді. Екі сөз болу керек. Мына сөздің аяғы нун немесе тәнвин, келесі сөздің басы жаңағы алты әріптің біреуі. Енді ғұнналы қалай жүзеге асады? Бізде ғұнналы әрпі мынау янму, я, нун, мим, вау. Я әрпі, яғни фәмән яъмәл. Фәмән яъмәл. Ол деген сөз нун оқылмайды, бәлкім яйға кіріп кетеді. Фәмән, сосын не ғұннамен мұрыннан шығатын дыбыспен екі әріп мөлшерінде. Фәмән яъмәл. Фәмән яъмәл. Нун әрпі яй әрпіне кірді. Яй әрпі қай жерден шығады? Тілдің орта жағынан. Нун әрпі қай жерден шығады? Тілдің ұшы жоғарғы жақ таңдайға тиеді. Ән деген сияқты. Тек нун яй әрпіне айналады, бірақ не ғұннасы қалады. Немесе уджуху яума идин. Яума идин. Нун әрпіне жолыққан кезде мин нутфатин. Енді түсінікті, екеуден нун, қатты қиындық жоқ. Яума идин надира. Яғни бұл жерде ең бастысы яума идин надира деп бөлек-бөлек оқымайсыз да, өзіне кіргіз жібересіз. Яума идин надира деген сияқты. Мим әрпіне жолыққан кезде мин мәсәд емес, мим мәсәд. Мим мәсәд. Сурурум марфу'a. Сурурум марфу'a. Маған өзіме бір айтқан қателіктерім бір мен жіберген кезінде. Мына нунды мимға кіргізсе, мимді біз кей кезде қатты қыс жереміз. Мим мәсәді деп жоқ. Мим ерінің бір-біріне тию арқылы. Мим мәсәді жай ғана. Тек ұстайсыз. Сол біз ұстаймыз деп қатты қыс жереміз кейде. Мим мәсәді деген сияқты қып. Вау әрпіне жоққан кезде мин уа емес, мин вароихим ләхәбин вәтәб. Енді ғұннасыға келген кезде не? Мұрыннан шығармаймыз, жай ғана лә илләм. Лә илләм янтәхи яума идил лә хабир. Мин раббика емес, мир раббика. Мир раббика. Нун тағы да бір р болып кетті. Мына шәдда осы нунды рға айналдыр деген сияқты бір сіздерге көмекші құрал. Айшатир радия. Тин ро емес, тир радия деген сияқты. Бұл жерде бір мән беретін жағдай, анада біз ұстадық қой, мим мәсәді деген сияқты. Сол сияқты ләм мен роға кіргеніңізде ұстамайсыз. Лә илләм деп тұрмайсыз да.
тек шәддәлі оқиса кете бересіз. Ла иллам янтахи мир роббика деп тұрмайсыз да ұстап. Ол қате. Кейін мына сөздің соңы нун, келесі сөздің басы ро. Айшаттин соңы ро, келесі сөздің басы. Бұл бізде бірінші қағида, яғни идғамда екеуі екі сөзде жүреді. Ал мына сияқты бір сөзде жүретіндері бар, және бұл ережеге бағынбайтын сөздер. Біреуіне мына, яғни бір сөзде болғандықтан, екінші себеп, егер де біз мыналарды шадда қылып, яғни буйянун, дуйя, қиуа, сиуа деп кіргізетін болсақ, яғни бұл яй осы сөздің түбірі әрпі ма, әлде ол осы идғам ережесі ма деген сияқты неше түрлі сұрақтар пайда болады. Шәддәлі вауларда, шәддәлі яйларда деген сияқты. Сондықтан мына сөздерді біз кіргізбей оқимыз. Син уа нун, осы төрт сөзге естеді негізі. Қин уа нун, буньянун, дунья деген сияқты. Кейін біраз жаттығу жасайық. Кейін мен сіздерге ана жерге қазір сызып тағы бір көрсетемін. Қосымша ақпараттар бар. Бұларды кіргізу себебі не деген сияқты. Ишаттир родия. Бірге дауыстап қайталаңыздар, пайдасын береді. Милладунху, көрдіңіз ба? Милладунху деп ұстамаймыз. Милладунху яумаизи ясдуру яумаизи ла хабир лахабин ватаб ثمراتир ризқа يوما يجعل غفور رحيم لئن لم من رزق عمد ممدده كعصف مأكول деген сияқты. Енді міне жерде мен сіздерге бір көрсетейін. Мынау нун, вау, мынау алты әріпке кіріп жатқандар ғой. Мынау ләм, ро, нун бәрі мынау тілдің ұшы таңдай. Бір-біріне махраж жақын. Сіз н-ны айтып кейін л-ны, немесе н-ны айтып кейін р-ны шығару, ол бір-біріне кіріп кетейін деп тұрған әріптерді бір жерден шығайын деп тұрды. Сондықтан оны үйтіп айтып жүру қиындыққа соғады, немесе ол бір сәл құлаққа жағымсыз тудыруы мүмкін. Сондықтан кіргіз жере салады. Мин роббика деп жүрмейді де, мир роббика. Мин ладунху деп жүрмейді, мин ладунху деп кіргіз жереді. Бұл махражары бәрінікіне тілдің ұшы таңдай жақтар. Ал жоғарғы таңдай. Енді мына әріптер вау мен мим ерін әріптер. Яғни сіз мен уа деп жүргенше, немесе мен мә деп жүргенше, яғни махраж жақын. Не кіргіз жересіз. Миу, мим деген сияқты. Нун түсінік деген екеуі бір. Сосын яй әрпіне бізде тілдің ортасы жоғарғы таңдай. Яғни сіз мен тілдің жоғарысын көтеріп, кейін ортасын бүйтіп көтеріп жүру, ол тағы қиындық. Мен, сосын яй деп. Сондықтан кіргіз жере саламыз. Яғни сол бәрі нунның махраждың айналасында жүрді бұлар. Тағы бір қосымша қазір сіздерге айтатын маңызды нәрсе, ол бізде жаңа қысқаша қайталайтын болсақ, жалпы идғам алты әріп. Ярмәлун деп жаттап алыңыздар. Ярмәлун. Идғам бір әріпті екінші әріпке қосып оқу. Я, ро, мим, ләм, вау, нун. Түсінікті. Оны біз екеулі бөліп алдық. Ғунналы идғам. Оны янму, яғни янму деген араб тілінде өсіп жатыр деген бір мағына береді. Сөйтіп, яғни ғунналы идғам қаншау деген кезде әріптер төртеу. Қандай сен янму дей саласыз. Янму. Ол өзінің ішіне я, нун, мим, вау әріптерін қамтиды. Ғуннасыз бізде ләм, ро. Енді қараңыздар, көп бізде қателік жібереді. Сукунду нун өзіңе яй әріпіне келгізікті. Демек біз оны не істейміз? Фәмән яъмәл деп оқымаймыз да. Фәмән яъмәл. Яғни нун яй әрпіне ауысып кетті деген сияқты. Немесе мына яй әрпіне өзі кіргізіп алды. Яғни нун яй. Фәмән яъмәл.
немесе вау әрпіне мин уәлет, миу уәл, миу екіне вау болды. Нун вау болып кетті да. Миу уәл деген сияқты. Енді қателік қай жерде? Бізде әл-әләмин деген кезде не? Яй. Дұрыс па? Әләмин деген кезде яй әрпі. Мына жерде фәмән яъмәл деген кезде яй әрпі. Бірақ мына жерде яй не болып тұр бізде? Мәт болып тұр да. Ал мына жерде яй идғам болып тұр. Осыны демек бұл екі түрлі яй. Бізде бірақ осыны бір яй қылып шығарады да. Өйткені ол жерде яйды ұстайды ғой, ал ұстау көбінесе мәтке жақын. Көбісі фәмән яъмәл деп мына ауыз қуысынан шығарады. Мәт әріптері бізде алиф, вау, яй ет. Үш әріп ауыз қуысынан шығады, созылу арқылы. У, и, ғұнна жоқ. Бұл, яғни мәт яйдың көрінісі. Ал мына жерде бізде не? Яй ғұнналы. Өйткені нун өзінің махраж жағынан яй әрпіне кірді, бірақ не? Мұрындағы ғұнналы немесін сақтап қалады. Демек, сіз нунның махражын шығармасаңыз не? Ғұннасын беру керек яй әрпіне кірген кезде. Фәмән яъмәл мұрыннан бересіз. Егер оны бекітіп тастасаңыз, яй ғұнналы идғам анық шықпайды. Ал мына жерде яй мұрынсыз шығады. Әләмин деген сияқты. Кейін вау әрпі де тура сол. Вау әрпі мәт әрпі. Я'ламун. Ал мына жерде миуәл. Немеден? Мұрыннан ғұннан арқылы бересіз. Кейін бізде бана төрт сөзіміз. Синуан, буньян, дуния, қинуан деген. Осы төрт сөз жаңағы идғам ережесіне бағынбайды дедік. Тағы да идғамға байланысты қосымша сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, талқылайтын боламыз. Тағы да басқа сабақтар түсіреміз. Пайдалы болсын.